Сәлем достар, сіздермен бірге Мәке Кубик арнасы. Бүгін біз қалай кубик рубикті дұрыс таңдау жайында айтатын боламыз. Ал кеттік. Ең бірінші кубик рубигіміз ол бізде ақ жиекті кубик рубик. Мінекей, осындай ақ жиек кубик рубиктер кездеседі любой жерде. Және де бұл ыңғайлы. Егер де сіз енді спид кубикқа келіп жатсаңыз, ол айналатын, басында жақсы айналады, бірақ 50-100 рет құрағаннан кейін уже качествосы нашарлап, краскілер кетіп бастайды. Себебі бұл механизмі, рельстері бар, смазкасын, сол майын өте жақсы ұстайды. Міне рельстері бәрі өте қарастырылған, жақсы, бірақ көп құрай беретін болса, бұнда краскілер кетіп. Екінші кубик рубигімізға келетін болсақ, бұл қара жиекті кубик рубик өте жақсы качество, ұрып тұр, кәдімгідей наклейкалары қалың. Бұны қолданып жүргеніме 3 жыл, 4 жылдай болып қалды. Енді айлану жақсы, бірақ уже 1-2 жылдан кейін нашарлап кетеді. Оның ішін тазалап, қарап тұратын болса, Mufang фирмасы өте керемет десем де болады. Бұған мен үшінші кубик рубикқа тоқталатын болса, ол сувенирный ғана, осындай кішкентай кубиктер көбісі көреді бұны. Бірақ алуға тұрарлық емес, бұл әшейін полкада қойып қойғанға. Себебі қарасаңыздар, бұл өте нашар айналады, даже бір жақ қарап айналмайды. Цветовой гаммасы да әр жерінде әртүрлі, бұл жаттаған кезде қиын болып кетеді. Әр жерінде әртүрлі, мысалы сары мен ақ қараңыз бірге тұрды. Негізі ол екі жақты тұратын нәрсе. Бірақ осының наклейкалар өте нашар. Қараңыздар, наклейкалар көріп тұр ма? Вот. Түсіп қалады уақыт өте келе. Бұл әшейін сувенирға, полкаға қойып қойғанға, бұны құрап үйреніп керек жоқ негізі. Төртінші түріне келетін болсақ, ол менің основной кубигім, ол цветовой пластик. Өте мықты, шыдамды. Бұны қолдана бересің, қанша қолданғың келсеңде. Айналу механизмі өте керемет. Мақтау, бұны жамандап керек жоқ, тек қана мақтау ғана келеді. Өте керемет кубик. Айналуы да скоростный сборканың почти ең бірінші сатысы да 40 секунд, 30 секундта смело құрап береді бұл. Ең соңғы түйініміз біздің, енді бұлардың қайсы жақсы дейтін болсаңыздар, мен болған қазір баға беретін боламын. Мынау 100-150 сборкаға смело тұрып беретін кубик. Бұған мен 10-нан 6 қоятын едім. Ал мынау 10-нан 7, өйткені бұның качествосы өте керемет. В общем, шыдамды кубик қой. Мынау болса, әшейін полкада коллекцияңыз тоқтырып тұратын кубик. Бұған 10-нан 3 қоямын. Ал мынау ең кереметі, өзім қолданатыным 10-нан 9. Бұл да шіле ақ емес, бірақ енді 10-нан 9 болады. Енді осымен бүгінгі видеомыз аяқталды. Бәріңіз аман сау болыңыздар.